Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Шортс видеоға майқұртты қалай дайындағаным, қайнатқанымды салып едім. Бір көрерменім жазып жіберіпті, осы майқұртты қалай жасайсыз деп. Сосын толық видеосын сіздерге осылай жасап салуды жөн көрдім. Ең алдымен сепаратордан өткен сүтті, яғни абрат сүтті қайнатасыздар, пісіресіздер. Міне бір жағына газдың ірімшікті қойып қойдым. Сол абрат сүтті пісіргеннен кейін айран қойып ұйытасыздар. Айран міндетті түрде созылмалы, іртік болмай, қою болуы қажет. Содан кейін газдың үстіне осылай сапырып тұрып, ең ескеретін жайт, міндетті түрде сіздер майқұрт қайнатқан кезде 2,5 сағат газдың қасында тұру керексіздер. Содан кейін үздіксіз осылай араластырып тұрасыздар. Содан кейін сүт сияқты ол сұйық болады. Кейін осылай түсін өзгертіп қоюлана бастайды. Содан кейін сіздер шекерді дәміне қарай майды салып, тағы да әбден қоюланғанша араластырасыздар. Неке қыздар, майқұрт дайын болды. Мына өзінде тұрып, әлде де қоюланады. Шекер салдым. Шаймен күшті енді.